Ассалаумағалейкум, талант каналының оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Өздеріңізбен жүздеспегелі көп болды. Осыдан 2 жыл бұрын біз Каспий жайлы айтқан болатынбыз, яғни мемлекет тілі, қазақ тілі жайлы. Каспий кезетке осыдан 2 жыл бұрын банк қызметкерлеріне хабарласып, Каспий мобильді қосымшасының қазақша жұмыс жасауын талап еткенбіз. Өкінішке орай олар әлі күнге дейін Каспий кезет қосымшасын қазақшалаған жоқ. Және үздіксіз біз дайындау үстіндеміз деген өтірік сылтаулармен келе жатыр. Каспий кезет Қазақстанда жұмыс жасап жатыр, қазақ мемлекетінде жұмыс жасап жатыр. Оның клиенттерінің көбі қазақ. Соны біле тұра біздің тілімізге әдейі қастанда жасап, яғни орыс тілін бізге тықпалап отыр. Бүгін енді аз да болса бір қуанышты хабар, бір 10% ба, 15% ба сондай қазақшаланған бұл мобильді қосымшаны. Қазір көреміз, Мой банк осының ішінде осы жерді қазақшаластырған. Енді бұны өз басым жетістік, бұған бір қуанып кететіндей бір жайт емес бұл. Қазақ мемлекетінде жасап жатырмыз, мемлекеттік тіл статусы бар қазақ тілінің. Соған қарамастан Каспий кезет заңды белшеден басып отыр, яғни қазақ тілді адамдардың құқығын таптап отыр, көзге ілмеушілік жасап жатыр бұл жерде. Өзінің 8 миллионға жоқ клиенті бар екен, соның қателеспесем 80% ма 90% ма қазақ тілді қауым. Осы орыс тілінің кесірінен көп зардаптар шегеміз біз, көбінесе осы қазақ тілді қауымдар. Біз міне СССР құлағалы 30 жыл болды. Қазір одан бері ер жеткен 90 жылдан бері қарай туылған ұрпақтар және шеттен келген қазақтар 5 миллионға жоқ па, 6 миллионға жоқ орыс тілін түсінбейтін қазақтар пайда болды. Соны ескерместен Каспий кезет бізге баяғы СССР-дың, баяғы Совет одағының қалпағын кигізбекші. Бұған ешқашан жол жоқ, бұған ешқашан біз мүмкіндік бермейміз. Біз мемлекет тілдің аяққа тапталуын қаламаймыз. Сондықтан осы видеоның астына комментарий жазыңыздар. Каспий кезет қазақ тілін толықтай қоссын, бүкіл қызмет жүйелеріне қазақ тілін кіргізсін. Бірінші орында қазақ тілі тұруы міндет ол. Ал екінші орында қандай тіл қояды, үшінші орында қандай тіл қояды? Анау африкалықтардың тілін қоя ма, жоқ Антарктикада жасайтындардың тілін қоя ма, ол өз мәселесі. Бірақ бұл мемлекетте қазақ тілі мемлекеттік тіл екенін білу керек. Осыны талап етіңіздер, барлық жерде айта жүріңіздер, және Каспий кезеттің менеджерлерімен хабарласып қазақ тілін талап етіңіздер. Сіздермен болған талант каналы бізге ешқашан қайып қуу деген болады, ол ондай керек емес. Біз мемлекеттік тілдің шынымен де қолданыста болуын қалайтын жандармыз. Егер қосылсаңыз видеоға лайк басыңыз, ары қарай WhatsApp группаларына таратыңыздар.